Құрметті достар, медеудеміз. Медеуге келіп қалдым. Кішкене энергия жинайын деп түнімен жұмыс жасадым. Негізінде 6-да 7-де келуім керек болған, но өзімнің кеш жатуыма байланысты осылай кеш келіп қалдым. Главный келдім. Ағарсаңдаршы, мына ердің өзіне жетудің өзі азап. Ояқтан келесің, короче. Так, енді лестницаның басы. Енді осымен лестницамен көтерілеміз. Мен енді тоқтамай жүріп келе жатырмын, еще скоростьпен. Сол үшін ентігіп тұрмын, шаршап. Тоқтамай мынаған шығам нәзі. Осы көйінші. Кеттік. Бұның қараңдар. Бұл биік әлі. Анау ұшы емес. Бұның ұшы омен бітпейді. Дальше кетеді, короче. Ал біз дальше шығамыз. Короче, көп болды ғой тауға кемегеніме. Вот қараңыздар. Анау яқтан басып ана жолмен шықтым жоғары қарай. Пойдем ояқ кәдімгі дейші. Ана лестницаның басын қараңыздар. Анау төмен қарай кетеді. Ана адамдар емес, одан төмен қарай тағы да бар. 10 минутта шықтым, короче. Постоянно шықпай жүрген адамға нормально деп ойлаймын. 10 минут. Вот біздің медеу. Вот біздің қыздар. Вот біздің жігіттер. Қарандар тауды. Күн деген жанымыз әдең болып тұр. Су. Тереңдем ал. 40. 57, 58, 59, 60. Достар, дәл қазір больницадан шықтым. Примерно өзімнен 60 000 теңгедей кетті. Еще ол анализге и потом консультацияға ғана. И дополнительный жазып берген дәрілер бар, қазір соны алам. Примерно 70-ке барайын деп тұр, 70-75-ке. Және де ең қызық нәрсе. Мен Алматыға жетем дегенше, общем, жазылып болғам ғой. Бактериялардың барлығы кетіп, уже нормальный болып қойған екенмін. Ал бұл дәрілер, бұл консультациялар, бұл дополнительный болайын деп тұр, короче. Дополнительный қалған құтқандардың барлығын тазалап, что берді қайталанбайтындай дәрілену болайын деп тұр. А так өзімнің организмім, Аллаға шүкір, күресіп, уже жеңіп тастаған екен. Шүкір Аллаға.